Қыз ұзатудан кейін машинаға қой сияқты салып алып. Короче, мен бұған түнде жазам. Өйтіп, мен жаздым, короче, түнде. Маған үйленсең ғана менімен сөйлес деп. Сіз қандайсыз? Тура сізге сондай адам береді. Өзім ұқсамаймыз да. Қатты ұқсаймыз. Ұқсамаймыз. Айшын сал. Болды ғой, бәрімен сөйлесе береді деген сияқты. Сондай болды. Сосын барынша енді айтпадық вообще, жасап жүрдік негізі ше. Кеттік. Бастаймыз. 1, 2, 3. Әке маған қарным көрініп қалып жүреді. Жауып отырайын да. Сенімен бір деп отырса. Барлықтарыңызға сәлем. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Мен қасымда отқан жан дегенде жан жарым Танчолпан. Бүгін біз екеуміздің қалай танысқанымыз жайлы және де қалай осылай үйленуге бел будық деген тақырыпта сіздерге видео түсіріп Тубой. Оқушыларың көреді ғой? Кеспеймін? Болмайды жүр. Уже екінші попытка айтып жатырық. Ал сөйлем сөйле. Айтамыздан жазылайды. Жазып алғанда бұлай енді айтпақшы бір нәрсе айта кетейік. Бұл айтайын деп жатқан сөздеріміз бәрі ойдан сұразу қазіргі кезде шығарылып жатыр. Арнайы сценарий жазып, бүйтіп сөйлеп отқан жоқпыз. Сол себепті артық айтып қоятын болсақ, дұрыс айтпайтын болсақ, бір кешіріп қойыңыздар. Все. Біз бастаймыз. Примерно бұл видео 5 минут бола ма? Или одан көп бола ма? Сондай болады. Ал енді кеттік. Біз қалай таныстық? Негізі біздің танысуымызға осы Қазақстандағы ең ауқымды мектеп, қазіргі 125 high school мектебі, бұрын 125 академия десекті болады, курсы. Сол себепші болған. Кішігірім кішкентай реклама мектеп тығыз жібергенбіз мұны. В общем, осы мектеп біздің танысуымызға, осылай үйленуімізге үлкен септігін тигізді десек те болады. Ол қалай десеңіздер, мен 2019 жылы жаз айында осы Меркі ауылында оқығанмын ғой негізі. Сол Меркі ауылына Әлбек ағайлар келген болатын. Сол кісі осы 125-тің академияның сол кезде директоры. Сол кісілер келіп, ауылға осындай бір тренинг жасаған болатын. Сол тренингтің арқасында мен өзімді қандай мамандық таңдаймын деген сияқты ойлар қалыптасып бастады. НТ-дан қалай балдар жинаймын деп, үлкен бал жинаймын деп солай ойлап жүріп, сосын кластасым болатын Саят деген. Сол айтқан 125 деген мектеп бар. Мектеп емес, сол кезде академия курс қой. Сол курсқа бар, мен де барам жазды деп. 3 айда жазда жат оқитын курс болады деген жатақханада. Соған барып. Арбақ қылып жүрғағай. Кім? Аблай ағай. Сонымен, ой-ой-ой. Сонымен, короче, сондай жазда келдік. Қысқасын айтқан кезде жазда осы 125 академияда оқыдық 3 ай. Сөйтіп 3 ай оқып жүрген кезде, мына қызда ол кезде оқып жүрген екен. Біз ол кезде жаташкада жатып жүретінбіз де. Бұлар қаладан оқып келетін. Иә, енді өзін айтып барады. Не айтам? Сөйтіп, өшім, жайт мен айта берем онда. Мына қыз сөйтіп мені бір көргеннен андай көзінде лапылдап, жарық оттар, лап бет жанған екен ғой. Мен өйстіп айта берем көзі айтпазы. Сөйтіп, екеуміз бұлай енді сырттай біліп жүрдік, бұлай сөйлеспедік вообще. Сөйтіп оқып жүре бердік, 2020 жыл болды. Танымаймыз да ол. Иә, бір-біріміз танымаймыз өшім. Сөйтіп, бұл мен С1 деген группада оқыдым. Танчо, қай группада оқыдың сен? С2. С2-де оқыды. Негіз бір-бірімізді бұлай көріп тұратынбыз. Біздің кураторымыз же Тұмар апай болған ол кезде. Сол Тұмар апай екі жақтында куратор болып бұлай жүрді. Енді сол кезде жазда особо қатты араласпадық. Сосын Таусамал деген жерге бардық. Таусамал деген жерге барып, бұлай. Мен гитарада өлең айтатым. Сол кезде менің өлең айтатыма Танчо сынған ғой гитарамен. Сөйтіп, мен есінде қалып қалған. Сөйтіп, есінде мен сақта қапты. Сөйтіп жүріп, одан кейін ол бітті, жаз бітті. Одан кейін мен Меркеге қайтып кеттім. Сөйтіп, 1-90-ды оқып Меркеде. Одан кейін қалған 2-90-ды қой бұлай жүрісін болмайды деп 125 high school мектебіне емтихан тапсырып осында келген болатынмын.
сөйтіп оқып жүрдім. Ол бір жылдың ішінде де бұл қызды көрген жоқпын. Сөйтіп енді бүйтіп танысайын деп жүрген кезде карантин болып кетті. Кіммен ба? Таныспадың ғой мен қойшы. Танысқан айтса енді өзің. Не айтамын мен? Айтса енді. Сол танысқан жоқ, ол өзінше болып жүрген шығар, білмеймін ғой. Мен бұны вообще-то көп көрген жоқпын, бір-ақ рет көргенмін бір тегі. Просто өлең айтып жүретін, мындай өзінше болып. Бізде курс болды, сосын мектеп ашылды, мектепте жүретін. Сосын бізде потом тағы екінші мектеп ашылды, бірақ ол жатақханасыз болды. И біз сояққа ауыстық, полный группамызбен. Потом мен классымда бір қыз болатын, бұның классында бір бала болатын. Екеуі сөйлесетін ғой, короче. Аттарын айтпай қойды. Иә. И сөйтіп, андай, енді бұның досы болған, мен бізде оқиды, көреміз, не істейміз. Енді жүрсе, андай запрет болғаннан кейін, біз, короче, бәріміз магазинге шығамыз. Айтпақ сөзін бөлейін. То есть 125-те махаббатизм деген болмайтын да. Вообще жүруге болмайды негізі қыз бен бала. Сол себепті айтып отыр ғой, махаббат тиым салынған деп бұл жақта. Арғатындай қанды. Тиым салса. Иә. Біз ең күтті қорық. Еще премиялайын деп отыр. И, короче, сөйтеді, магазинге барады. Енді ол қызбен ол бала магазинге бармақшы болады. Үйтіп, типа, полива болмасын деп, қыздардан бір 2-3 қыз шықтық. Сосын, олдардан досы и осы шығады, короче. И ол кезде өзінше болып жүреді. Енді сырттай танимыз ғой, бәріміз біріміз. Білмеймін, мен танима, танымай ма. Сырттай танимын. Мен лично танимын сырттай, ол досым да өзінде. Короче, магазинге бір рет магазинге барып келдік, бірақ сөйлескен де жоқ өзі. Короче, сондай болды. Біріншісі, по-моему, сондай болды. Сөйтіп, біріншісі солай болды. Короче, айтқан кезде андай ғой, жайлап, воспоминания жинап, что-то не деп айтады. Типа, сырттай ғашық болып бір көзбен көріп жүріп, қалай айтады? Андай. Ғашық болып жүрген жоқ. Жоқ, ғашық болмасаң енді андай болады ғой. Симпатия дейді, симпатиясы болған ғой. Сөйтіп жүре бердік. И одан кейін екеуміз осылай мектеп бітіріп, жаңағыдай нелерімізді тапсырып, энтімізді тапсырып, балдарымызды алып, осы жұмыспен қалып, Тараз қаласына грантқа түскен болатынбыз, Таргуге. Сөйтіп сол жерде жүріп, мен осы екеумізді де жаңағыдай жұмысқа шақырған болатын. Мені SMM видеограф ретінде, ал Танчолпанды ментор ретінде шақырған болатын. Сөйтіп, ойда жоқта мен ол кезде Алматыда болдым, бір аптадан кейін келдім жаңағы неге жұмысқа. Сөйтіп жұмыс істеп жүрдік, сол кезде екеуміз бір топқа түскен болатынбыз. Жаңағы қыз бар, бала, бірақ басқа группада болды, мен досым. Сөйтіп, бір группаға түстік, Якудза деген. Сол Якудзада жүріп, в общем, дос болып кеттік, қатты араласып кеттік бәріміз бір семьядай болып кеттік, қысқасын айтқан кезде. Потому что бір ай бірге жұмыс жасадық. Танчолпандар өздері сабақ беретін болса, мен соларды видеоға түсіріп, инстаграмға салып, жаңағыдай жариялап жүрген болатынбыз 125 high school'дың. И потом одан кейін сөйтіп жүре келе, ол ментор болып қалды жұмыста, айлыққа жұмыс жасай бастадық. Мен SMM видеограф болып қалдым. Сөйтіп бір жыл былай сөйлесіп, сырттай былай танысып жүре бердік, дос ретінде, жақын дос ретінде. Одан кейін көптеген жаңағыдай отырыстарға бірге баратын болдық, бір жерде жүретін болдық бәріміз. И содан былай өзімізге екі жаңағыдай не дейді, жанып тұрған оттар бір-біріне тиіп лаулай бастады, жайлап. Сөйтіп одан кейін 22-ші жылы жақынырақ сөйлестік қой, 4-ші жылы үйленіп тұрық қой. Қалай дейді? Бір жыл оқыдық, бір жыл жұмыс істедік тағы, 3-ші жылы екен. 3-ші жылы содан кейін одан бетер жақын араласа бастадық. Сөйтіп жақын араласып, сөйлесіп, күшті болды. Содан кейін мен еще үйленіп кеттік неме, вообще сөз салмаған ба, қызым боласың ба, бүйтесің ба деп. Өзі ғой қызым болған. Сөйтіп танысқан болатынбыз. Бұлай енді көпіріп кеттік қой, қысқасын айтқанда. Енді примерно түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Сөйтіп мен Танчолпанға айтқан болатын да кезінде. Если менімен сөйлессең, мен саған үйленем депші. И мен нақты айттым сол нәрсемді, естедім. И мен бұнымен сөйлесіп тұрып айтқам, маған үйленсең ғана менімен сөйлес деп.
оған. Мен бұған сразу айтқам, 4-ші курстан кейін диплом алып үйленемін деп, аха деп жүрді. Мен құлағымнан жеп кетті. Рас қой. Мен бұған айтқам просто сөйлесетін болса үйленеміз деп. Сөйтіп, примерно бұл айтып жүр, 4-ші курс бітіргеннен кейін үйленеміз, сөйтеміз, бүйтеміз деп жүр. Одан кейін енді мен қаламан просто так жүре беріп ше. Үйленгім келді, сонда шешім қабылдадым, сөйтіп үйдегілерге айттым. Бұл үйдегілерін айттым, мамасы қарсы болған, үйленбей тұрып ше. Айтты, ойбай, не істейсің, 4-ші курс бітір, сосын жүресің ба, тағы да жылап жүресің, бүйтесің, жасты үйлендім деп. Бұл еще екеуміз сөйлесіп жүрген кезде, 2-ші курста шетелге кетпекші болады. Сөйтіп мен оны мамасымен сөйлесіп, қалдырып, мен бұған үйленем, бүйтем, сөйтем деп айтып қалған болатынбыз. Сөйтіп қалдырып алдым еще. Шетелсіз алып кетті біріншіден. Одан кейін жақсылап, қайттан дұрыстап сөйлесіп жүре бердік. Сөйтіп сөйлесіп жүрген кезімізде андай болды. Что түсіндім да үйленетін кезіміз келгенін. Сөйтіп енді екі жақтың үйдегілеріне айтып, сол сөйлестіріп екеуін үйленеміз деп шештік. Сонымен 3-ші курста үйлендік. 2-ші курс біткеннен кейін екеуміз үйлендік. Үйленбей тұрып тәтті шай болды. Ар жақтың ата-анасы келді, біздің ата-анамыз келді, сонымен таныстық. Айтпақшы оның алдында еще Танчо не істемей тұрып менің жеңгеммен танысқан болатын. Менің бірінші рет. Ең алғаш жеңгеммен танысты, сүйікті де сүйкімді жеңгеммен. Сонымен таныстырып болып, Танчо ұнады. Танчоға да біздің семья ұнады, қалай екен бәрін түсіндірді. Одан кейін мамамен таныстырам деп шешім, сөйтіп мамамен таныстырдым. Одан кейін мамамен танысып болғаннан кейін екі жақ танысты, тәтті шай болды. Мен Танчо мамалармен таныстым, папалармен отырып. Сөйтіп сөйлесіп, тәтті шай болып, тойдың датасын қойды. Екеуміз бақыттымыз, той үйленеміз деп, сонымен қызық болып, тойдың темалары басталып кетті уже. Сол тойдың темаларымен жүрдік ары бері. Сосын 14 август екеуміздің үйлену тойымыз болды. 11 август Танчоның қыз ұзатуы болды. Қыз ұзатуды алып қашып, қыз ұзатудан кейін машинаға қой сияқты салып болып. Сөйтіп мерекке алып, сол жақта болып 2 күн. Одан кейін 14 күн Таразға келіп, тойды жасап, петашарт жасап үйлендік. Содан бері екеуміз қазір 6 ай болды. 6 ай болды үйленгенімізге. Алла шүкір, бақытты семьямыз. Енді студенттер айтатын шығар, қалай 2-ші курста үйленіп кеттіңдер деп. Енді оған жауап берейік. Негізі сен өзің дайын болсаң, сен қолынан келеді. Егерде сен семьямды асырай алам, кейін баламды асырай алам десең, уже үйлену керек. Егерде сен өзіңе сенімді болсаң. Ал егерде өзіңе сенімді болмасаң, онда қажет емес деп. Сол үшін сенімді болып, ойланып, 1000 рет өлшеп, 1 рет кесіп үйлену керек. Мен Құдайға шүкір етем, 11-ші классынан бастап жұмыс жасадым осы СММ-де. Қазіргі таңда осымен нанымды тауып отырмын. Осымен камерамды алдым, алдағы видеода көрсеңіздер. Ноутбугымды алдым. Құдайға шүкір, осылай нанымды тауып, қазіргі таңда семьямды асырап, бақытты болып өмір сүріп жатырмыз. Тағы не айтасың, қызықты нәрсе айтып берсең? Негізі танысқанда жоқпыз ғой. Адамсыз танысқанда жоқпыз ғой. Андай болған жоқ, адамсыз танысқанда, короче. Бүйтіп біріміз кездесуге шақырып танысқан жоқпыз. Просто бір жер жұмыс жасадық, сондай болып кетті да, уже бір жер жұмыс жасағаннан кейін андай танысудың да қажет жоқ қой енді. Бір жер жұмыс жасап барып, мен сенімен таныстым бола ма демейсің ғой. Еще андай ғой, сөйлеспей жатып, андай болды да басында. Короче, мен бұған түнде жазам. Өйтіп, мен жаздым, короче, түнде. Бұл біз бәріміз, короче, бір топ команда болып араласатынбыз. Бұл да бүкілмен араласатын, короче. Сөйтіп жүретінбіз ғой негізі. Сөйтіп, короче, түнде өзімен өзім түнге қарай ғой, тұрам да жазам. Енді айтпақ қойың не деп жазам. В общем, короче, бір проблема болды. Сосын мен бұған жазам ғой. Енді басқа біреуге жазсам да болады ғой, бірақ именно осыған жазам. Не үшін екенін білмеймін. Жазам. Осыған емес, күйеуіме десей. Күйеуіме. Сосын бар. Осыған деп бір талан тауып сияқты айтып отыр ғой. Сосын, короче, не істедік. Жазам, бұл жазады, сөйлесіп несе кеттік та.
сосын уже бірге қайта бастадық, өзінше мен қайтып бірге келді. Сөйтіп барып, короче, бірге қайтып, сөйтіп, короче, жазда андай болды да бізде. Букетный дейді ғой. Андай болды, короче. Букетный любовь. Қыз бен бала дос болады ғой. Дос болған кезде кішкентайынан дос болатын достықтар болды. Типа сондай сияқты болды да. Бірге несеп, бір жаққа барып, жүріп барып бер деген сияқты. Бірақ біздің ол достарымыздың ешқайсысы білмейтін да. Біз, короче, айта алмадық. Мен лично андай адамын, біреудің ойына байланып қалатын. Сөйтіп, короче, андай не деп ойлайды екен деген сияқты бір андай болды ғой. Бәрімен сөйлесе береді екен деген сияқты. Сондай болды. Сосын барынша енді айтпадық вообще, жасап жүрдік негізі ше. Енді андай ғой, елдер былай. Қысқа қарай уже бізде серьезный отношения болды. Ол кезде уже бәрі білді. И қыста уже сөйлесіп жүріп бастағаннан кейін жаза уже үйлендік. Енді жаңа да тоқ өтерін айтып кеттім ғой. Үйлену жайлы айттым. Енді адамды қалай тану керек? Егер де сен реально адамды қасында жүрген, мысалы, болашақта үйленемін деген адамды қатты танығың келсе, онымен бірге саяхатқа шық, бір жерлерге бар. Сен ол саяхатта ол адамның капризін көресің, қандай адам екенін көресің, кішігірім қиыншылыққа қалай шыдайтынын көресің, сен үшін қалай тұрып беретінін көресің, саған бір нәрсе болып қалса. Соның бәрі негізі саяхатта белгілі болды. И сіздерге айтарым, осы саяхатқа бірге шығыңыздар, бірге бір нәрсені істеп көріңіздер, сіздерге не нәрсе ұнайды, сонымен айналысып көріңіздер. Бұның бәрі сенің адамыңды тануға деген жаңағы мүмкіндік қой. Осы нәрсені айтқымыз келген, негізі көп болса әңгіме айтпай, сіздерге пайдалы және де кеңестерімізді айтқымыз келді осы видеода. Шынымен 6 ай болды үйленгенімізге, тфай қазір бір жақсы семьямыз. Енді сіздерге де осы нәрсені тілейміз, аман болыңыздар, осылай біздің жолымызды берсін, жұмыс жасап, өздеріңіздің ризық несібелеріңізді табыңыздар. Ең главны, өзіңіздің адамыңызды Құдайдан сұраңыз. Сол Құдай сізге, сіз қандайсыз, тура сізге сондай адам береді. Өзіміз ұқсамаймыз да. Қатты ұқсаймыз. Ұқсамаймыз. Айшын сол. Сіздерге берер кеңесіміз осы. Кеңес енді кішігірім подкаст сияқты әңгіме болды ғой. Сол еще мынаны жанармалы камерада түсіріп отырық. Енді сіздер осыны өтіп кетпей YouTube каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер. Мүмкін бұл сіздерге қызық оқиға шығар, балалар, жаңағы оқушыларға, менторларға, басқа да адамдарға қызық шығар. Енді айтарымыз осы, бірақ өсектемеңіздер. Бұл өсек тайм емес, бұл кішігірім біздің басымыздан өткен жаңағыдай нелер ғой, оқиғалар ғой. Сіздермен бөлісіп, соны үшін айтқымыз келген болатын. Ал не дейсің, бітіреміз бе? Білмеймін. Біреу деген келіп тұр ма? Ал енді осылай біз сияқты бақытты семья болыңыздар. Үйленетін жандар, үйленгісі келетіндер, ойланбай үйленіңіздер, бірақ жаңа нәрсені ойлаңыздар. Өзіңіз сенімді болсаң үйлен, сенімді болмасаң қажет емес. Әтен рахатпен таншылпын айт деп үйленіп, төбелесіп үйлерінде бір айдан кейін бітшіт болып жатсаңдар, ол қиын болады, бізді кінәлайсыңдар. Сол, жақсы сау болыңыздар, пока.